Сәлеметсіздер. Менің есімім Қайролла Жанбота Ботаұлы. Мен Павлодар қаласы Павлодар технологиялық колледжінің дене шынықтыру пәнінің мұғалімімін. Және де сертификатталған АФК маманымын. Бүгін мен ерекше балаларға арналған жаттығуларды көрсетемін. Бұл жаттығулар балаларға ғана емес, дене шынықтыру пәнінің мұғалімдеріне, АФК және ЛФК нұсқаушыларына, сондай-ақ ата-аналарға өте пайдалы құрал бола алады. Бейнежазба ашық және қолжетімді түрде. Бірге дамып, денсаулықты жақсартайық. Біздің жаттығу ол гимнастикалық арнайы жолақшадан өту. Мұнда біз қол белге қоямыз, табанымызды толық басып өтеміз. Кері қайтқанда қол белде денімізді жоғары көтереміз. Бұл жаттығу аяқтың табандағы сезім мүшелерін дамытуға арналған жаттығу. Қане Николай, баста. Қол белде табанымызды толық басамыз. Керемет. Келі бұрыламыз, денімізді көтереміз жоғары. Асықпа, асықпа. Керемет. Тоқта. Жаттығуды аяқтаймыз. Біздің келесі жаттығу арнайы кішкентай доппен, қолымыздың саусағымызбен допты қысу. Бұл жаттығудың пайдасы саусақтың сезім мүшесімен және де кішкентай моториканы дамыту. Қане Ерасыл, әрбір қолға 10 реттен допты қысамыз. Жақсы. Тоқта. Егер де бала бір қолмен допты қатты қыспаса, онда өз қолымызбен оған көмектесеміз қысуға. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Рахмет, өте жақсы. Жаттығуымызды аяқтаймыз. Біздің келесі жаттығу ол иық бұлшықеттері мен арқа бұлшықеттеріне арналған. Бізге керегі құрал ол гимнастикалық шеңбер. Қане Николай, жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 жаттығуды аяқтаймыз. Осы жаттығуды жасаған кезде назарды қолға аудару керек, қолымыз әрқашанда тік болу керек. Келесі жаттығу арқа бұлшықеттеріне арналған жаттығу. Қолымызды тік қоямыз және де осы қалыпта қолымызды жоғары көтереміз. Дем аламыз, дем шығарамыз, дем аламыз, арқамызды тік ұстаймыз, дем шығарамыз. Тағы да дем аламыз, демді шығарамыз. Қане рахмет, жаттығуды аяқтаймыз.